мектебімізде іс-шара ұйымдастырылуда. Осыған орай әуелгі алғыс айтуды мектебіміздің басшысынан бастауды жөн көрдік. Ал ендеше кеттік. Сәлеметсіз бе, Әсел Әбілханқызы? Бүгін алғыс айту мерекесін бүкіл ел болып тойлап жатырмыз. Осыған орай сіз өз алғысыңызды кімге айтар едіңіз? Саламатсыз ба, Бәке? Саламатсыз ба, құрметті көрермен? Ең біріншіден мен алғысымды мені дүниеге келген анама айтамын. Екінші алғысымды мені баққан әжеме айтамын. Үшінші алғысымды азуға тістетпей, қанаттыға қақтырмай өсірген әкеме айтамын. Отаныма алғыс айтамын. Осы елімізде қызмет етіп, елдің баласын тәрбиелеуге керемет мүмкіндік берген үшін. Уақытыңызды бөлгеніңізге рахмет. Біздің де сізге деген алғысымыз шексіз. Қайырлы күн, құрметті қазақ елі. Сіздермен бірге Шымкент қаласы Ұлықбек атындағы номер 3-ші жалпы орта білім беретін мектебінің 5-ші сынып оқушысы Абдрахманова Дұрдана. Алғыс күні аталу 1-ші наурыз. Парыз екен бәріне айту алғыс. Бүгін көктемнің алғашқы мерекесі алғыс айту күні. Алғыс айту күні бұл ең алдымен елімізде тыныштық пен үндестік, татулық пен берекенің бастауы. Елбасымыздың бастауымен баршамызға ортақ мереке. Қазақстан халқын мәңгілікке біріктіруге бағытталған. Осы тұста біздің мектебімізде алғыс айту мерекесі аталып өтуде. Осы мерекені негізге ала отырып мектебіміз оқушылардың ата-аналарына, шәкірттеріміздің бойына білім нәрімен сусындап, ұлттық рух пен тәрбиені қалыптастырып келе жатқан ұстаздарымызға алғыс айтылды. Мы благодарны за солнце и свет. Спасибо, что есть у нас много побед. Конечно, великолепно. Я очень в восторге. Если честно, я не ожидала такой результат. Но я очень рада, конечно. Бүгінгі мерекеге байланысты мектебімізде ұйымдастырылып жатқан іс-шарамыз сізге ұнады ма? Өзіңіздің ойыңызды бөліссеңіз. Я поздравляю всех с праздником сегодняшним. Моя школа очень хорошая. Спасибо нашей школе и спасибо сейчас новому директору. У меня эмоции, по-моему, на лице. Я очень сильно волнуюсь. Спасибо большое. Сәлеметсіз бе? Сіз біздің мектебіміздің ең жүйелері ата-аналарының бірісіз. Бүгінгі өзіңіздің көңіл-күйіңізбен бөліссеңіз. Бүгінгі көңіл-күйге рахмет сіздерге ұйымдастырылған алғысымды білдіремін. Мектебім оқушылар туралы және мұғалімдер туралы. Біріншіден үлкен рахмет мына күнге шақырып 95 жылы бітіріп шыққан. Одан кейін оңтүстік Қазақстан мемлекеттік медициналық академиясын бітіріп, осы күнге дейін біздің Шымкент қаласында онкология орталығында қызмет атқарып келемін. Менде осындай алдын қатарлы мектепте оқып жүргенде балалардың қатарында болатын 8 жыл би билеген осы сценада. Ал құрметті ата-аналар, сіздерге осындай ұл-қыздарыңыздың бойына мейірімділік пен құрметтеуді, жауапкершілік пен жақсы мінезді дарыта отырып тәрбиелеп жатқандарыңызға алғысым шексіз.